Саламатсыздар ма балалар? Өткен сабағымызда орыстың халық әнін өтсек, бүгін біз қазақтың әнін өтеміз. Біз өмірдің гүліміз. Әні бірінші өзім ойнап көрсетейін. Бесінші пернеге жоғарыдан санаймыз. 1, 2, 3, 4. Бесінші пернеге бармағымызбен қоямыз. Және астыңғы 4 саусағымызды төртінші пернеге бірінші саусақ 5-ке, 6-ға, 7-ге тізбектеп қолымызды қойып аламыз. 2 төмен қағыз. 1-ге 3 саусақты ашып жібереміз. 1 саусақ қана қалады. 2-ге ортаңғы саусағымызды бармақтың дәл астына қоямыз. 1-ге екінші пернеге барамыз. 2 қағыз жоғары. 2-ге қайталайықшы осы жерге дейін. 5 саусақ тізбектеп қоямыз. 1-ге 3 саусақты ашамыз. 2-ге екінші саусақты қоямыз. 1-ге 2-ге әрі қарай барлығын ашамыз. 0, 1-ге деген кезде екінші пернені жабамыз. Ге 2 деген кезімізде бірінші саусағымыз 4-ші перне, бармағымыз 5-ші перне. 2-ге деген кезде екінші саусағымыз бармақтың астына ге. 5 саусақты тізбектеп қоямыз. 3 төменгі қағыз. 1-ге 2-ге қолымызды нүктеге жинақтап аламыз. Қайталаймыз. Ашамыз. 0 және екінші пернені ге 2 дегенде 4-ші пернеге түседі қолымыз. 2-ге 5 саусақ тізбектеп қоямыз. 1-ге 2-ге бірінші бөлім аяқталды. Кәне қайтадан қайталайық. 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге бірінші бөлімі аяқталды әннің. Екінші бөлімі дәл бірінші бөліміндегідей басталады. 5 саусақ қайтадан тізбектеп қоямыз. 1-ге 3 саусақты ашамыз. 2-ге ортаңғы саусақты бармақтың астына қоямыз. 1-ге бірінші саусағымызды екінші пернеге апарамыз. 2-ге жаңағы бірінші бөлімде 0 деп ашып едік қой. Енді екінші бөлімде 5 саусақты тізбектеп қоямыз. 1-ге деген кезде ортаңғы саусақ 2 саусақ ашылып қалады. 2-ге деген кезінде ортаңғы саусақты ашамыз. 2-ге деген кезімізде екінші пернеге барамыз. Соңғы әнді аяқтауымыз үшін 5-ші пернеге бармақпен барамыз. 1-ге 2-ге екінші бөлімді қайтадан қайталайықшы балалар. 5 саусақ тізбектеп қоямыз. 1-ге 2-ге 1-ге 2-ге екінші бөлімде ерекшелігі 5 саусақты қайтадан тізбектеп қоямыз. 1-ге 2-ге бармақ. 1-ге 2-ге
Бүгін біз қазақтың әні, Ғизатов композиторымыздың әні «Біз өмірдің гүліміз» әнімен таныс болдық. Осыны үйден міндетті түрде 7 рет қайталаймыз балалар. Сол кезде есімізде сақталады, қолымызда жинақтала бастайды. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сау болыңыздар.